Батыр атындағы номері 11-ші жалпы орта мектебінде өткен семинар мақсаты мұғалімдердің тәжірибе алмасуы мен кәсіби шеберліктерін дамыту, әдістемелік қолдау көрсету, оқушылардың коммуникативтік қарым-қатынастарын дамытудағы тілдік дағдыларын қалыптастыру. Облыстық семинар ұйымдастырушысы өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Түркістан облысы және Шымкент қаласы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты. 4 бөлімнен тұратын семинарға мектеп ұжымы мен оқушылары тыңғылықты дайындалған. Әуелі облыстық білім бөліміне қарасты барлық білім ошақтарынан келген мұғалімдер қауымы Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы орта мектебінің акт залында өткен үш тілді білу жаңа әлемге жаңа көзқарас тақырыбындағы концерттік бағдарламаны тамашалады. Семинарда өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Түркістан облысы және Шымкент қаласы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты директорының орынбасары Мұхтар Ақтаев, Арыс қалалық білім бөлімінің әдіскері Динара Ахметжанова, мектеп директоры Меркүл Асқарова ашып берді. Онан соң қатысушылар үшін инновациялық технологиялар және жаратылыстану ғылыми пәндерді оқыту әдістемесі кафедрасының аға оқытушысы Урхия Исмаилова оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау арқылы тиімділігін анықтау тақырыбында шебер сынып өткізді. Әрмен қарай қонақтар оқушылар шығармашылығынан сыр шертетін көрмені тамашалады. Бұл осында Арыс қаласының қойын барысында төрт белгі бар. Бұл төрт күні неге қосаңыздар жайлылығын туралы белгі береді. Ал енді мына мысыға қарайтын болсаңыздар, ол бір жағынан қарағанда қорланды батырдың ұлы қолын маңдайына қойып анасын іздеп тұрған көретін болса, ал енді екінші жағынан қарасаңыздар, ол келі киіктің үстінде қобыз тартып, яғни бұл қобызбен жырланып бізге жеткенін дәлелдейді. Өрлеу біліктілікті арттыру ұлттық орталығы Түркістан облысы және Шымкент қаласы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты директорының орынбасары Мұхтар Ақтаев Батыр атындағы білім ошағының облыстық оқу әдістемелік семинарын өткізудегі жөні бөлек дейді. Семинардың өту өз тарихы бар. Себебі 2018 жылы өрлеу біліктілік арттыру институтының базасында табысты менеджер атты директорлар арасында конкурс өткен. Сол конкурста осы Арыс қаласының Бауыржан Момышұлы мектебінің директоры Асқарова Меркүл бас жүлдені жеңіп алып, республикалық конкурсқа қатысып, табысты мектеп директоры деген номинацияны жеңіп алған. Сол бойынша өрлеу біліктілік арттыру институт жоспарына сәйкес іс тәжірибені алмасу мақсатында облыстық семинар өткізіп отырмыз. Алдағы уақытта бұл іс-шара арай жалғасын табады. Себебі бұл мектепті тірек мектеп ретінде қойып, гимназия немесе лицей статусын беру мақсаты тұр. Оқу әдістемелік семинарында үш тілділікті негізге ала отырып, биология, қазақ тілі, математика, география, ағылшын тілі мен орыс тілі пәндерінен 6 сабақ өткізілді. Этностар екі немесе бірнеше географиялық ландшафттардың түйіскен жерінде қалыптасады екен. Олай болса, біздің ең бірінші мәдени өркениеттік дамуы Батыс Европада басталған екен. Осы орайда Бауыржан Момышұлы атындағы жалпы орта мектебінің директоры Меркүл Асқаровамен тілдесіп көрдік. Жалпы бұл оқу семинарының ұйымдастырудың негізгі мақсаты, жаңа айтып өттім, жаңартылған білім беру мазмұнында мектепте жұмыстардың қалай жүргізіліп жатқандығы. Және де тақырыпты көріп отырсыздар, үш тілде білім беру заман талабы. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша физика, информатика, биология пәндері бұл ағылшын тілінде өткізіледі. Біздің мектепте осы мақсатта арнайы курстан өткізілген 6 мұғалім пилоттық жобада 8 сыныптарда осы мақсатта сабақ өткізуде. Мен ойлаймын, бүгінгі семинарға келген барлық облыстан келген ұстаздар біздің мектептен тәжірибе алмасып, өзіне де бір үйренетін заттарды алатын шығар деп. Өз деңгейінде өтетін шығар деген үмітім бар. 8 ауданнан келіп отыр, Шымкент қаласын қосқанда. 7 аудан Шымкент қаласынан келіп отыр. Бұл Ордабасы, Сайрам, Қазығұрт, содан кейін мынау көрші аудандардан
қосымша қаладан жаңа айтып өттім, 7 аудан Шымкент қаласын қосқанда 120 ұстаз қатысып отыр. Семинар соңында Түркістан облыстық білім басқармасы әдістемелік орталығының әдіскері қазіргі таңда оқушылардың бойында өмірдің барлық салаларында табысты болу мен қажетті дағдыларды дарытуда жан-жақты дамыған тұлға тәрбиелеуде мұғалімдердің рөлін атап, семинар жоғары деңгейде өткенін айтты. Балауса Оспан, Рысбек Сәуірбай, Әлішер Абдушапиев, Арт ТВ жаңалықтары.